Қайырлы күн бәріңізге. E-портфолиода өтінішті қалай береміз, сол туралы кішкене көрсетіп өтейін. Осылай жеке парақшамызға кіріп аламыз. Мой профиль деген басқан кезде мұнда сіздердің толтыратын беттеріңіз ашылады. Қазақшаға қойып көрсетейін. Білімі, кәсіптік жолы дегендердің барлығына салып шығасыздар документтерін. Неге осы жерде? Білімі деген кезде міне осы жерде жазбаны қосу деп университеттеріңізді таңдап, осылай барлығын толтырып шығасыздар. Сол кезде ең соңында қосымша еркін нысанына эссені саласыздар. Одан кейін барып өтініштер деген жерге өтеміз. Астына қарай түсеміз. Осылай добавить басқан кезде бізде осындай бет ашылады. Осы жерден өзіміз өтетін категория беретін жерді таңдаймыз. Мына жер ашылмайды, қазір бұны соңында толтырамыз. Қазіргі категорияны көрсетіп тұр. Болашақ категорияда қазір соңында шығады. Достижение деген жерге жетістіктердің барлығын белгілеп шығамыз. Осылайынан қарайып тұрғандар бізге белгіленіп жатыр. Оқушының да жетістіктерінің барлығын ішіне салып шығамыз. Осылай ешқайсысын қалдырмай 5 жылдық жетістіктеріңіздің барлығын белгілеп шығасыз. Содан кейін жұмыс істейтін мекемеңізді белгілейсіз. Мұнда стажыңызды жасасыз. Сохранитті басамыз. Мына жер дұрыс толмаған, сол жерді бізге көрсетіп береді. Бұл жерді осында таңдаймыз, жаңағында таңдалмайды. Категориямыз. Так. Эксперте. Сохранит. Не осылай біздің өтінішіміз беріледі. Электронный портфолияны толтыруда қиындықтар болып жатса, бағалау парақтарын, эссе, толтыратын оқу динамикасы сияқты құжаттарды жасай алмай жатсаңыз, көмектесеміз. Көрсетілген номерге хабарлассаңыз болады.